Bulaşıkta da men juvam, үйді de men жинайм. Сонда әпкем не істейді? Әпкем не істейді? Только бар ғой маған, мен астанмын, акуламын деп қорыққаннан басқа түк білмейді бар ғой. Адамның қаншып бар ғой. Әпкеме мен күшті ән шығардым ғой. Көңілімді қалдырдым ғой, әпке. Ұнамасам айта салшы бекке. Чорт болып кеттім ғой, мамам кеткелі Шымкентке. Туф, мына Отантай сорлды я. Мынды аштық. Отантай, не деп қақсап атсың? Әпке, ешнәрсе емес, ыдыс жуып жатырмын ғой. Отантай, ыдыс жуып қойдың ба? Ой, осы әпкемнің ыдысы бар ғой. Кір ғой, вообще кетпейді, кірі бар ғой. Отантай, ана жақта ыдыстар жуып болғаннан кейін нақты сыпырып қой, түсіндің ба? Иә, қазір барып сыпырам. Мен ұйықтап тұрам. Бүкіл жұмысты мен істеймін бар ғой. Отантай да бір көмектеспейді маған. Ұйықтап алмасам кішкене шаршап кеттім ғой. Баста ой, сыпырғышпен ұрсам ғой, не ретқа дейіп бар ғой. Несін жинасам болады осы. Әпке! Вот, Отантай! Неғып кеттің мені? Қойш, Отантай, мен түсіне футбол ойнап отыр етем. Тешеш, Отантай, өтініш. Футбол ойнап жатыр екен? Сол, көтеріне деп мына футбол ойнап жатыр? Енді доп деп ойлап қалдым ғой. Мені көтерім саған доп па? Енді Қайта сен түсіңге, бүйтіп бассейнге сүңгінемді айтатын мен қатып бар ғой. Өзің жинап құрба. Сене қашық қоям, сен білесің ғой акула екенімді. Шаршап кеттім бар ғой кәдімгі. Осы үйдің бүкіл жұмысын мен істеймін ғой. Әпкем қыз болып ешнәрсе істемейді бар ғой. Әпке! Не? Әпке! Не дейін? Бошет қарным ашып кетті. Қоя тұр. Көңілімді қалдырдың ғой әпке. Ұнамай қалсам айта салшы бетке. Аштан өлетін болдым ғой, маған кеткен Шымкентке. Босында! Не бұл? Не деп қақсап атсың? Не деп қақсап атсың? Бошет қан. Бүкіл жұмысты мен істедім, қарным ашып кетті. Сен ұйықтайсың, тамақ жейсің бар ғой. Қашық қоям сені. Акуламын дешті аға. Акулам не болды? Адамның қаныш Чипсы алып келдім ғой. Не рахмет әпке, шынымен ба? Не рахмет. Мынау маған? Сол саған ғой. Әпке, неғып сен үнемі өзің дәуін аласына маған кішкентай бересің. Мен де дәумен жегім келеді. Дәумен жегім келеді? Беш маған жында. Қоя тұр. Не, шынымен ба? Не рахмет әпке маған ба? Не үшін? Енді? Маған, айтшы маған. Саған. Өзің айтың осы дәумен жегім келеді деп дейсің сенді? Еще ішінде үшеу ма? Не қазір бір ғой әпке? Сен бір ғой мен осы үшеумен тояқ деп ойладың ба? Әте суымды жемесін, жияна қағазы кет бар. Мама айтам, мамам кесіп көресің бар ғой. Всегда бар ғой, тамақ жемейм, иіскеп тойып қалам ғой. Алло, мама? Ақшаны алдым банкоматтан, рахмет сізге бар ғой. Әпке, барша ақша берілмейді. Не сөйлесіп атсың? Мама, мен сөйлесіп атырмын, қоя түшкөз. Алло, мама, әпкем келді қасына, мені ұра. Мамам кесі сен шашын жұлатарыптың. Кетші бар, жылма теме ақша алмайсың де. Әпке, осы шешен ақша керек болса, ғана маған келетін не кетші бар адам. Қосына жоқ бар. Менде ақша жоқ. Мама саған ақша саған жоқ па? Ақша саған жоқ маған. Мамадан сұрай бермей, мамаға айт қойғам айтпа деп. Нені? Ақша самағаныңды айтпай-ақ қой деп айтты. Мама, ақша деген жоқ шын айтайын. Ақша жоқ. Кетші бар. Анамға пайда күнен ақша жоқ деген кетіп қалды ғой. Оңбаған кезді сөз. Ақшаның бәрі өзімдікі, ешкімге бермеймін. Әпкеме де бермеймін, вообще санайшы. Бізге екеу шет. Отантай! Не? Телефоным жоқ па аяқта? Қалдырып теттен сен. Сен телефонсыз келдің ғой, ай? Да? Құршы бар адамға ішпейді.
ма? Әкең кетіп қалды ма? Мә! Бас көрсетейін мен саған. Ақыр маған лапша бермейсің ғой. Не? Вау! Жақсы болды, бүйтіп фото түсіріп аламын. Подругаларыма жіберемін, сосын олардың да қаны ашсын. Вау! Бля! Фу! Мынау не? Тұзын көп салып қойған ба? Аузым ашып жатыр. Енді мынау мусорға түсе алмайтын шығармын. Мама! Тамақ беретін сен ғана! Әкең вообще тамақ бермейді ғой. Бірақ жаңа ол лапша істеп жатырып ше. Әке, Не жатсың? лапша істеп жатыр маған берген жоқсың ғой ешқандай лапша ше. Одан конечно, мен саған істеген просто өтірік айттым ғой. Точно ма? Я точно Сен жаңа лапша жемейсің, өзіме істедім деп жатыр едің ғой. Саған істедім ана, сюрприз болсын дедім ғой. Точно ма? Я точно саған. Жіберейін ба? Я жібер. Рахмет әпке. Басай кетсей. Я жібер. Тойып ал. Тұз қосылған, тұзы көп деп ойладың ба ақымақ? Мәм, аузым жаман ашып жатыр ғой. Даже сабақ оқу невозможно болып жатыр ғой. Оңбағандар лапшаны қалай істейді? Аузым ашып жатыр ғой. Аузым ашып жатыр дейді ғой. Әпке? Не? Не ше? Ит сияқты ше? Мені аузым ашып жатыр ғой. Аузым ашып жатыр? Иә. Жаңағы лапшадан ба? Я Ой, ол лапша күшті лапша ғой әпке. Сен соны жеп қойдың ба? Иә, мен жеп қойдым ғой. Иә, ашын жақсы көресің ба? Иә, мен ащыны жақсы көремін ғой. Мысалы, сізді жақсы көремін. Сонда мен ашым ба не отантай? Жоқ әпке, сіз ащы емессіз. Сіз ше қызыл бұрышсыз ғой, қызыл бұрыш. Көрдіңіз ба? Сіз ұрмау үшін мені өйстіп тұрмын ғой, қашып кету үшін ше. Әпке, сен всегда ше, әр сөзге мені екі рет ұрасың ғой, нервқа тиіп бар ғой. Бар, сол алып түш бар. Әпке, осы сіз ше, мен сізбен сөйлесем, или бірінші сұрайын десем, сразу сіз мені жұмсап үлгересіз, я? Енді Мен аузым ашып. магазинге барамайын. Жоқ, магазинге бармай-ақ қойса, магазинге барғанша 1 сағат жүресің ғой қазір. Енді? Бар, ана тартпада бар. Тартпада? Иә. Ол не? Тартпа. Мен темек тартпаймын ғой. Қаяқта темекі? Енді? Ана жақта тартпа жемейді, суырма жемейді. Сол жерде бар ма? Шкаф. Әкелейін ба? Иә, бар. Точно бар ма сол? Бар. Мә, аузым ашып жатыр. Бос, тез алып кел. Ой, әкемді біліп тұрмын ғой. Всегда ше, ол ана жерге баршы, тәтті бар, мына жерге баршы, соқ бар деп бар ғой. Мені алдап жұмсап пайдаланады ғой. Онда ше вообще соқ жоқ, білдің ғой, соқ жоқ. Отантай, бос аузым ашып жатыр. Не? Мына жерде целый бір магазин жатыр ғой. Вау! Осы лимонадты жақсы көремін ше. Мен міндетті түрде ішуім керек. Просто так әпкеме апармайын бар ғой. Осылай. Мынау маған. О, бірдей болды. Қаяққа кетіп қалды мына бала. Қазір әпкем бар ғой, біліп тұрмын ғой оны. Шашымды жылап, чуть-чуть қиын етсін, өлтіреді ол мені. Болды. Кәй? Чуть-чуть бірдей болды. Жоқ, мен. Міне. Қазір әпкеме барам да, өтірік түр жасаудан бүйтіп. Деймін да, мынаны өзіме алам, мынаны әпкеме берем. Сосын әпкем маған қарайды да. Отантай, бос қаяққа жоғалып кетті. Әпкем сен әпкем не болды? Аузы күйіп жатыр ма? Иә. Мәңіз әпке, міне, мынаны ішіңіз жарайды ма? Отантай.
ішсін. Шебер, менде аз ғой, шебер. Отантай бес екеуміз бірдей қылып ішейік та, бауырымыз ғой. Жарайды енді өзің Иә. айтып тұр екенсің, бірдей қылып ішейік. Сен жақсы көремін ғой сен мен. Иә, мен де сені жақсы көремін, әпке. Мә, ала ғой. Екеуміз де бірдей болып Мә, көрдік. әпке, рахмет. Мен кете берейін, иә? Я бара бер, бар. Рахмет. Дима бар, я ма? Иә. Мә, мен Отантайды ұрып жүрсем, оказывается, ол мені ойлайды екен ғой, еще жаны ашиды маған. Әпке, огурцы жеп отырсың ғой. Қазір көрсетем мен саған бар ғой, менен тығылып жегенім қандай болатын бар ғой. Қараш, огурцыйды тұзға батырып рахаттанып жеп отқан. Қазір қызыл бұрыш жейсің. Бә, ма тиктоктен бәледе кірсінше шыға алмай қаласың ба? Қандай тикток таныстар бар екен? Болмайтын сияқты что-то. Или осы күшті ма? Мә, мен тиктокым қайттан жабылып қалған ба? Осы жымына келші. Мен не түсірем тиктокқа? Туына тикток болмайтшы. Бар, ұйықтаншы көзім ауырып кетті ғой. Қалған қиярды Отантай жей салады, жеттім мен. Ой, бар ғой, всегда осындай ғой. Әпкем бар ғой, маған осындай бірісіз же, мен бейшара жылақ балам аттан ше. Әпкеме бір бұрышты жегізе алмай қойдым ғой. Всегда мен жеп қоя берем бар ғой, адамның қағым. Вау! Менде ақша бар. Менің әпкем ақша қар. Қыздардың бәрі маған сынады. Сосын ақшаның шаруасы сынады. Жоқ, мен қыздарға ақшамды құртпайын. Нұрик екеуміз магазинге барамыз да ше. Тойып аламыз ғой. Мамам ше, осы ақшалар бергелі азайып барады. Өйткені ше, әпкем әр тыққан сайын бүкіл ақшамды ұрлап. Қазір мен ше, магазинге баратын болсам, әпкем есік алда мен қалтамды тексереді да, ақшамды тартып алады. Сол себепті ақшамды қалтаға салмаймын. Қазір мен оны ше, алдаймын әпкемді. Бүйтемін да, мынаны басыма бүйтіп қоямын да, сосын осы бас киім. Все, бітті. Әпкем таппайды ешқашан бар ғой. Қалтамды тексерсе де ақша жоқ өйткені қалтамда. Кеттім. Соны Отантайды арнайлап тұрып күтіп алмастан келе жатыр ғой. Келді өзі. Әпке, Қоя тұр, біле ме балығын? қаяқтан білесің? Магазинге бардың, я. Сөйтіп, ана бас киімнің астындағы ше, ақшаны таппай қалдың ба? Мә, әпке, сен қайдан білесің оның бәрін? Ана магазин шапай маған звондады ғой. Неге звондады? Ана тупой інін ше, ана шашымның ортасына ақша іздеп жүр дейді ғой маған. Мә, шынымен бар ғой, магазинге бардым ше, таппай қойдым. Шашым ортасын іздеп бар ғой, 2 бит тауады бірақ. Ана 2 бит сол мен ақшамды ұрлап кетті қараңғы. Ақшан жоқ қырда. Әпке, сен де ғой, я? Мен деме сол. Қазір қолдан кесірем. Не шашай бересің, түк істемейсің ғой. Әпке, сенің ойындарың ше, түк қызық емес бар ғой. Ойын дедің бар ғой. Адамның қаншы түк қызық емес қой. Жоқ, Отандай ені бір күшті ойым. Айтшы қандай ойын? Сурифа. Сурифа? Түк қызық емес қой. Қызық па? Иә. Давай кет бар. Сурифа! Туй, бірден өліп қалдың ба? Сурифа! Туй, 2-ден Сурифа! Кетші адамның қаншы. Айттым ғой, ойындары қызық емес сен. Қызы сен жеңіп қала бересің. Жеңіп қала бересің. Шөлдеп кетті? Иә. Суақ бере салмағанда, е? Жоқ, осыны ал. Қазір көрсетем айтпақшы. Сен мені ақылы жеңе бересің ғой. Мен саған қазір қызық ойын көрсетем. Мына клейді аламын да. Отандай қызық ойын тауып қой барам. Иә, өте қызық ойын тауып қойып әпке. Әпке, мама звондап жатыр саған. Қойш. Трубканы ала салшы. Алдым. Мені жамандама айтпақшы. Жоқ, жамандамайын. Мама,
ішек жанды бар ғой, су ішер ғой. Суйбаған имаған бәбір нәрсе бар ғой. Мама, давай, қазір енді басталды қызық ойын ше. Давай. Мама, қалайсыздар? Давайте, я. Әпке, Не? күшті отырсың ба? Я күшті отырмын. Рахат, қойна, ыңғайлы? Ыңғайлы ма? Иә. Күшті орындар я. Бара бер әпке. Бара берейін ба? Иә, бара бер. Бара берейін, кеттім мен, аха. Қалай тұрып кетті? Қалай болып кетті ау? Әпке! Жақсы болды ғой, ұтантайды көтен орындыққа жабыстырып кеттім. Әпке! Не? Әпке! Сені бар ғой, сұратшына мамаға айтуым керек болып тұр мен бар ғой. Сен маған ренжімейсің ғой, я? Ренжим, ұтантай. Ренжим, жана ше, Иә. сен ше, менің көтенімді орындыққа жабыстырып кеттің ғой. Ұтантай, менің ондайым жоқ қой, сен білесің ғой. Я, мен білем ғой, сен қатыгезсің ғой адамның қаншпығы. Кетші бар. Әпке, сен жабыстырып кеткен не? Мен емес қой. Мен емес, даже туалетке барамай қалдым. Бұлай жабысып қалған ғой адамның қаншып бар ғой, неріп қатайып бар ғой. Енді маған соқ бер. Не үшін берем? Сен жаңа менің көтенім жабысып кетті ғой, сол үшін бер. Әпке, мен... Бермеймін. Әпке, мамаға айтам, сен әйтпейсің. Ұтантай, сен 10 тана тархун бәрін бітіріп тастағансың ғой. Магазинге барып новыйын алып келдің. Әпке! Әпке, мен саған фокус көрсетейін ба? Қандай фокус? Күшті фокус қой. Көрсетші ал. Саусағыңды бүйт жал. Не үшін? Бүйтсей, күшті фокус. Ой, бір. Осылай істеші, осылай. Иә. Көзіңді жұма алмайсың сен. Көзін жұма алсың ба? Иә. Не, көзін жұма ал. Көзін жұмып тұр. Тұрмын тұрмын ғой, Жұмып тұрсың ба? ұтантай. Қолыңды қимылдатпа, қолыңды қимылдатпа. Ой, не қойдың? Көзіңді аш. Отантай, жібер! Әпке, қазір сен аны қимылдатсаң қой, әпке төгіледі анау. Отантай! Отантай! Таяқ жесін, жан шығарам! Отантай! Мә, 1000 теңгем қалды, енді не істеймін? Отантай, фокус жасайын. Әпке, Не? мені бар ғой, Иә. көшедегілердің барлығы ше буллинг жасап жатыр. Қалай? Буллинг жасап жатыр, анандай бар ғой, мазақ қылып бар ғой, сенде ақша жоқ, сен кедейдің баласысың деп бар ғой, маған ақша берші. Бермеймін, өзің ғой бар ақшаны құртқан. Әпке, бар ақшаны құртқан дегенде ше, ол ақша сенде ғой, біліп тұр ғой маған. Менде емес, ол қарызы Әпке, бүкіл ақшаны сұрамаймын, 1000 теңгені берші маған. жарат Бересің ба? Иә. Ой. Бірақ мысалы фокус арқылы беремін. Фокус арқылы? Иә. Точно бересің ғой ақшаны? Точно беремін ғой. Точно? Точно. Жарайды, қандай фокус айт? Қара, мына 1000 теңгені бүйтіп салам. Қолға ма? Иә, қолыма салам. Сосын бүткенде, ол сен жақсы бала болсаң, ол сен қалтаңнан шығады. Я, мен жақсы балам ғой. Иә. Мен бірден, мен 1000 теңге қалтамда болады, мен гарантия беріп Иә, отырмын ба? көремін, жақсы баласы ма, жаман баласы. Иә, давай Бірінші, кетейік. менің құдіретім ояну үшін, мен тархун ішем бірінші. Сен тархун ішіп болғаннан кейін, Иә. 1000 теңге саласың, сода қалтама саласың Иә, ғой, иә? иә. Давай кеттім. Көп ішші, 2000 теңге болады сонда. Көп ішші, иә? Көп ақша алам. Кетті, давай. Давай. Кредит басқан ақша жоқ, өзімде 1000 теңге. Қазір мама айтам, көресің, Рашидті сүт бол. шаршап кеттім бар ғой. Мынау әттен бар ғой, менің бар ғой. Қанша раз қаным снегіма тиіп бітті әттен. Мамам келгенше мен осы үйде шыдай алмайтын сияқтымын. Аштан өлетін сияқтымын бар ғой. Амалсыз жұмыртқа қайнатып жейін деп жатырмын ғой. Қазір суысыншы ұйықтап алайын, сосын жейін бар ғой. Жақсы, тикток түсіріп алдың. Отантай не істеп жатсың? Ұйықтап қалған ба? Иә, ұйықтап қалғам. Еще жұмыртқа қайнатып қойған. Иә, жұмыртқа қайнатып қойдым. Точно пістейін ба? Иә, пісіпті ғой.
тамақ жеп алам. Мен соткам қайда? Или мен сотка алып келген жоқпын ба ана жаққа? Жоқ, алып келген жоқсың. Тіпті мен жақсы болды. Мені ақымақ деп ойлады ма? Соткасын тартып алдым бар ғой. Зато 4 жұмыртқаға 1 сотка айырбастап алдым. Сорлы отантай, мен соткамды ұрлап жеттің ғой. Біліп тұрмын ғой соткам сенде етсен. Енді саған күшті қылып ответка берем бар ғой. Сыйлық точно ұнайды отантайға. Қазір осы суға өз еркімен келеді, былш еткізіп отыра салады ғой. Білем ғой ол ақымақ бәріне сеніп қалатынын. Отантай! Әке! Мұнда кеш! Кешесін, бағана шемен бетіме түкірді ғой, саған түкіресін білем. Жоқ, саған күшті подарка дайындап қойды. Подарка? Я? Не? Әке, қандай подарка? Күшті подарка ол. О, әке, беш маған подарка. Ондай емес, ойын ол. Ойын? Я. Ой, қойшы білем ғой сен енді сөйлейіп сондай ойын ғой. Жоқ, ондай. Енді қандай ойын қойшындан айтшы. Мен уақытым жоқ қой. Қоя тұрса енді. 1, 2, 3-тен ана дөңгелек столды көріпсің ба? Ана дөңгелек столға? Орындық ше? Иә. Соған келіп отыру керек. Соған отыру керек? Я. Соны просто отыра салам ба мен сонда? Жоқ, мама берген ақшаны береді. Нан жартысы менікі ғой. Жоқ ма, маманың күшін айтам. Точно ма? Соны бересің бе сонда бірінші отырған адамға? Я соған берем. Точно? Точно. Мен отырсам маған бересің ғой? Я берем. Точно? Точно. На, қоби. Все, болды онда. Давайте. Я, сол жерде тұрсын. 1, 2, ақтап тұрса. 1, 2, қоя тұрса. 1, Ой, келеді, әкем. 1, 2, Соны отаттай саған ответка. Мына ақшаның жартысы сенікі. Әпке, шыдамның да шегі бар, құмырсқаның да кегі бар деген бар. Көрсетемей саған бар ғой, ақыры мені суға тұншықтырғың келді ғой. Кімді суға тұншықтыратынын қазір көресің. Қазір соткасын алуға керек, сосын мен тұрам да, маны биу деп басынан қарға шыққан сияқты суды құя салмайын ба? Ох. Отантай қайдасың? Мен соткамда ештеңе істеп жатыр. Қой соткамды алайын. Саған мені суға тұншықтырған едің ғой, давай. Туй, бүгін күн ертең күшті болып тұр ше. Көңілімді қалдырмға жан. Ұнамасам бүйте айта сал. Әпке, олай айтпайды бұл әнді ше. Қалай айтасың? Бұлай айтасың міне қара. Көңілімді қалдырдың ғой әпке. Ұнамасам айта салшы бетке. Мен де кетейін мамамның артынан Шымкентке. Не қадеп бар ғой, менің бүкіл үстімді су бар ғой. Бір ақыл толқым қалды бар ғой. Сен бар ғой, настоящий жылан екенсің, жылан. Мен жылан емеспін. Енді? Мен алтын балықпын. Алтын балық? Я. Сен кеше ғана акула едің ғой, қалай алтын балықсың? Енді мен алтын балықпын ғой, не болыпты? Болмай ма не? Сонда алтын балық болса не істейсің сен? Мен адамдардың тілегін орындаймын. Адамдардың тілегін орындайын? Я. Мен адам емеспін ба не? Енді сен маған тілек айтқан жоқсың ғой? Орындайсың ба? Орындаймын. Айтайын ба? Я, айт. Құрметті достар, егер сіздер алтын балық ұстамасаңыздар, қандай желание айтатын едіңіздер? Дәл қазір комментарийға жазып кетіңіздер.